Қанекей құдалар, шаттық тойға келіңіз, құтты болсын бүгінгі шыққан биік төріңіз. Ал қалаған ел жұрттың ықыласын көріңіз, бақыт тілеп жастарға ақ батаны беріңіз. Төс соғысып кәдені жасаңыздар құдалар, құйрық бауыр кәніге асаңыздар құдалар. Тойластарым бұл тойдың айтыңыздар құдалар, шапан түйіп ат мініп қайтыңыздар құдалар. Sizlerin hürmetlerinize ne kadar bir büyük. Sizlerin hürmetlerinize kadar geliyor donanlarınıza hürmetsin. Мінеке келген адамдарыңызға көрсетсін. Біздің жастарымыз келгенше төрге шайғасып, бір көрген біліс, екі көрген таныс, үш көрген туыс деп атады. Түсімізді танып, біліп, танысқанша жастар да кеп қалар. Ақ дастарханға жайғасыңыздар. Бүгінгі жайылған дастархан сіздердікі. Бүгінгі осы құдандалы болып жатқан елменен танысып, білісіп отырайық. Олай болса, мынау жоғары жақтағы маған қарай қарап тұрған столдың барлығына бізден келген құда-құдағилар
Енді қазақта айтады ғой, қыз берген назы бар дейді, бірақ келген қонақты біз Құдайдай сыйлаған қазақпыз. Олай болса, төрге жайғасыңыздар, құдағыдағылар. Алыстан кел. Біз үшін сіздер алыстан келген болып саналасыздар. Осы астаналық болсаңыздар да төрге отырғызайық енді, олай болмағасын. Мына жерге жайғасыңыздар. Одан кейін мына бүгінгі Даниярдың апа жезделері келіп отыр мінекей. Ой, бұл біздің мынау Марат құдамыздың бажалары. Екі аяқты да бажа тату деп атады ғой. Сол жерде мына жерге жайғасыңыздар. Бүгін алыстан ат дерет көп атқан Болат, Мұрат, Бақберген деген мінекей бажалары. Жайғасыңыздар. Серік деген мінекей бүгінгі жан досы келіп отыр. Әдейі осы Мәкеннің тойында шаппағанда қай уақытта шабамыз деп мінекей. Сол кісілер жайғасыңыздар. Құрметті құда-құдағылар, мінекей тойымыз әлі басталған жоқ. Мұнымен сіздермен танысып білісіп отырайық деген ниеттеміз. Ендігі құрметті құда-құдағылар, мінекей сіздер екі елдің арасын қосқан қыздан айналайын, астың дәмін келтірген тұздан айналайын деп жатады қазақта. Мына бүгінгі осы тойға келгеннен кейін танысып білісіп отырайық деген ниеттемізді. Енді бүгінгі құрметті құда-құдағылар, негізгі мына Құдандалы болып жатқан ел Семей облысы Үржар ауданы мінекей Құдандалы болып жатырмыз. Сіздермен біздердің мінекей басымызды қосып жатқан осы екі жас Астана мен мінекей Семейдің ортасын жол қылып, осындай тамаша құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз 100 жылдық болады деген мінекей ниетте осындай солтүстік жағы, сонда өзіміздің сол жақ жағалаудағы әдемі Томирис деген мейрамханада мен қазақ өзарымсыз халықпыз ғой, Томирис деген негізі үлкен батыр қыз болған кезінде сол сияқты мына бүгінгі біздің Шынар деген қызымызды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қызымызды мінекей сіздер жаққа қарай мерге жол тартайын деп жатыр. Енді бүгінгі осы тойымызға келгеннен кейін танысып білісіп отырайық. Ең бірінші мынау Шынарды мінекей бағып баққан осындағы өздерінің кәдімгідей бауызды құдаларымыз дей ма қазақта кәдімгідей оригинал құда-құдағыларымыз орталарымызда Ораз Раушан деген кісілерді орнан қошеметтеп тоғысып Ой, бәрекелді. Енді бүгінгі осы кісілермен мінекей қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қызын мінекей алайын деп жатырған бүгінгі өзіміздің мінекей туған құдамыз сонау мінекей Астананың төрінде осындай тамаша мекенде мінекей Құдандалы ел болып қыздардың өрістері Астанадан кеңейін деп жатқан міне Марат құда мен Жанар құдағайды бір орнатығыспайық. Ой, бәрекелді. Мінекей осы мына екі құдағи тұр. Сонда мына бүгінгі Раушан құдағи мен Жанар құдағи дұрыс болса, біздің мінекей балаларымыздың жағдайы да дұрыс болады деген ниеттеміз. Мінекей жаңа айтып жатырмыз ғой, сүйгіден түңілді деп, негізі құда мен құда бірін-біріне ұқсайды екен өзі. Ендігі осыны ағырай таныстырып білісіп отырайық. Негізі мынау өзіміздің шаңырақта отырған деген Ореке, сіздер мінекей Арғын деген ел менен Құдандалы ел болып отырсыздар. Және де мінекей мына біздің қазақты баяғы немістер айтқан екен ғой, мына қазақтарда атса туыс болып алады деп. Сонда мына біздің ең жездем болды бұл кісі. Мен өзім Қыпшақтың азаматы болғаннан кейін көрдіңіздер ме, қай жаққа барарымызды білмей қалып жатырмыз. Енді мынау бұл нағашылары міне Қыпшақ Қобыланды батырдың тұқымы құда деп жатырмыз. Мінекей Ораз аға сізге айтып жатырмыз. Мынау жаңа айтып жатыр ғой, өзі мына баланың нағашысына қарап таным деп жатыр. Сол бір нағашыны алдарыңызда тамады болып тұрмыз. Енді бүгінгі осы тойға келгенде сіздерге айтып отырайық, Найман деген ел Үржардағы жаңа айтып жатырмыз ғой, үлкен кезіндегі Абай атамызды мінекей танымайтын адам жоқ. Жаңа айтып сол жердің кәдімгідей тумасы Үржар деген ел, Найманның ішінде Болатыш деген ұлменен сіздер мінекей Құдандалы ел болып жатырсыздар. Ендігі мінекей бүгін сол Үржардың мінекей жаңа туын көкке желбіретіп келіп отырған осында біздің мінекей нағашы апалары келіп отыр. Бұнда үлкен нағашы апа жезделері ескі құдағи мынау есікке қарай орын тебеді екен деп жатыр ғой. Сол мына жерде отырған сіздердің алдарыңызда құдағи болып сіздердің сара жолды бастаған мына Шынардың үлкен апасы бар осы жерде. Сол кісінің мінекей атасы мен енесі бүгінгі мінекей құдағилығын көрсетіп, құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз сіздердің алдарыңызда болған бекен құдағиды бір орнан тұрғызып қойсақ та Ой, бәрекелді. Бұл кісі мінекей осы сонау Үржарда міне мыңдаған шақырымды артқа тастап келіп отыр. Осындай Өскеменнен ойбай онда болып шығар қарай ғой 2000 шақырым құдай сақтасын. Мінекей көріп отырсыздар. Енді осыдан кейінгі мына жерде отырған біздің осы Шынардың
апа жезе, Ораздың апа жездесі Сәрсенғали, Ғалия деген кісілер бар. Сол кісілер одан тұрыспай. Ай бәрекелді. Бұл кісінің жолдасы жұмыс бабымен келе алмай қалды. Ғали апамыз өзі келіп отыр. Енді осы жерде отырған нағашы апа жезделері келіп отыр. Райхан, Болат, Зияхан, Сартай деген кісілерді бір орнында тұрыспай мінекей. Ендігі мына жерде отырған тағы да ары қарай айта беретін болсақ, біздің Гүлжия апамыз келіп отыр. Ораздың мінекей апасы. Осы жердегі құдаларымыздың үлкен апасы. Енді осы жерде отырған тағы да ары қарай таныстыра кететін болсақ, мінекей Мери деген құда бала. Ол кісі келген жоқ па? Ол кісі жолда екен қазір. Мери деген құда баламыз бар. Бұл жерде жамана отырған осы жердегі құдағайларымыздың баласы болып келеді. Мына кісінің осы жерде қызмет жасап жатыр үлкен азамат. Қазір келгесін көресіздер. Енді мына өздеріңіздің Шынардың апа жездесі, інілері бар. Ринат, Жазира, Елдар деген өскемен ағам. Назгүл, Назира ол кісілер жоқ қой. Мына кісілер мінекей. Бұл кісілер Шынардың. Ой, бәрекелді. Шынардың апалары. Келіндеріңіздің апалары. Одан кейін қазір екі әдем подружкасы келеді. Алматыдан келген Самал Әсел деген атынан таныстырамыз. Енді құда-құдағыларды да мен айта берейін бе сіздерді? Сені тапсырасыздар ма? Айта берейін бе? Мына жерде отырған енді біздің Даниярдың апа жезделері келіп отыр. Жаңа айтып жатырмыз, мына Сәлим апамызды таныстырып қойып, бұл кісі Даниярдың нағашы апасы. Үлкен апасы болып келетіндегі жоғарыда отырған. Одан кейінгісі мына Даниярдың апа жезделері, мына біздің құданың бажалары ғой енді. Бажалары менен қайынапалары, балқыздары бәрі осы жерде. Роза, Болат, Мариям, Мұрат, Үміт, Бақберген деген кісілерді бір орнына қосып ой бәрекелді. Одан кейін Серік, Жанар деген біздің Марат құдамыздың кәдімгі жан досы, жолдасы, отбасылық мінекей бүгінгі араласып жүрген, құраласып жүрген секенді бір орнандырғыз қояды. Одан кейін біздің мына Мәкеңнің өзінің кәдімгі туған апасы, осы жерде үлкен апасы Зәуре апамызды бір орнан тұрғызсақ та отырмыз. Ой бәрекелді. Одан кейін мінекей нағашы ағасы Даниярдың Ермек деген кісі бар. Сол кісі бір орнан тұрғызып қойсақ. Ой бәрекелді. Мінекей көріп жатырсыздар. Мінекей танысып білісіңіздер, өзгеріп өтсін, дәмден алып отырыңыздар. Жүз граммнан құйып отырыңыздар, енді алып отырыңыздар, шымжеп отырыңыздар, бір көрген бір істеп атады. Ақырындап араласып, құрласып деген сияқты енді сіздердің құрметтеріңізге біз енді мына ән айтып отырайық, ән көңілдің ажары деп атады. Бүгінгі таныстық үшін де көшеде отырған Асқар таудай әкелеріміз аман болсын деп, әкелім деген әнді қабыл алыңыздар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын ағайындар. Sazlı bolanda şadlık ben jargın koyuna silayın sazlı bolanda adavdı herkes gökseye irendemek etek seni ardakta Ömrümün
қасқа иттер қара қасқа дейді ғой. Мына бүгінгі Семей елінде негізі мынау сол жақ беттерде негізі етті алдында үлкен кісілер бата береді, батамен елге көреді, жаңбырмен жерге көреді дейді. Бүгінгі ақсақалдардан бата сұрап ең бірінші еттің алдында. Ореке кімге береміз? Ал құда. Өтсін, жастарымыз бақытты болсын. Ой, бәрекелді. Ал ас болсын, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі еттен алып отырыңыздар. Қазақтар ет жеп отырған кезде тиісіп болмайды дейді ағайындар. Олай болса кішкене бір 10 минут үзіліс ас болсын. Дәмден алып отырыңыздар. Ой, бәрекелді, рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, мына еттің алдында сіздерменен ең бірінші мынау құдалығымыз мыңжылдық, күйеулігіміз жылдыққа бір құйрық бауыр жеп құда болып болайық. Содан құда деп сөйлесіп отырайық деген ниетпенен бүгін мынау қазақтың ырымы бойынша бірінші аузын ашып беріп алыңыз, сосын жалғастырайық. Бас құдаға аузын ашып өзіңіз беріңіз, мінекей. Құдалығымыз мыңжылдық, күйеулігіміз жүзжылдық болсын, мінекей. Осы жастардың арқасында бір-бірімізде құдайлай сөйлейтін құдандалы ел болайық. Найман елмен арғынның ортасында тек қана жорға жүрсін, дорба жүрсін деген ниеттеміз, мінекей. Ал құдалығымыз мыңжылдық, күйеулігіміз жүзжылдық болсын, екі жас бақытты болсын, мінекей. Қошемет жасап жатырмыз. Ой, бәрекелді, рахмет. Ой, бәрекелді. Ал, жалғасы бар ма? Апа, әннің жалғасы бар ма? Жалғасы. Болды ма? Ал, мінекей, көп қауырдан алыңыздар. Мінекей, мен ағама, ұшақ ағама бір ауыз асат жіберіңіздер. Ой, бәрекелді. Мына құдаларға, үлкен құдаларға жоғары жақтағы. Анаң артынан айналып жүре беруге болады. Ал енді, құрметті қонақтар, мінекей екі жас келгенше отырған Ораз ағамызбенен Раушан жеңгеміз бір қошеметті ортаға шақырайық. Келіңіздер ортаға. Құда бедан. Ой, бәрекелді. Билеп шығамыз ортаға құда қойымызды бір төс түйістіріп қояйық. Мінекей біздің әулеттің үлкендері нағыз екі жақтың қаймақтары келіп отырсыздар. Сіздер куә болыңыздар. Куәміз, куәлікке жүреміз. Мінекей ертең Алла тағаланың алдына барғанда да мінекей сіздерге аманат. Бұл кісілер мінекей құдалықтары мыңжылдық, күйеуліктер жүзжылдық, мінекей осы кісілер үлкен кеуделеріне пеш жатпасайын деп жатыр, 1000 жылға доғыр отырайын деп жатыр ағайындар. Енді олай болса екі құданы ортаға шақырайық, келіңіздер ортаға. Мына ел жұрт көрсін. Ал енді құдағыларымыз мінекей ағай тұратыңыздар, құдағыларымыз екі құда мінекей сіздер екі жастың арқасында мінекей сіздер құдандары ел болайын деп жатырсыздар. Олай болса құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын деп бір төс түйістіріп қойсаңыздар деп отырмыз. Ал, қошемет болсын ағайындар. Ой, бәрекелді, шөт. Біреу, екеу, үшеу. Ой, бәрекелді, қошеметтеріңіз ағайындар. Ой, бәрекелді, мінекей бүгінгі құдандал болмаған өшеде отырған мінекей аға жеңгелерімізге осындай мінекей құдалық сіздерге жұғысты болсын. Енді екі құдағи ортаға келіңіздер. Жақсы екі құдағи сырласыңдай деп мінекей сіздер ендеріңізді сүйістіріп беттеріңізді түйістіріп жіберіңіздер. Ой, бәрекелді, мінекей. Ой, бәрекелді. Ал енді құдағиларды бір шақтап алыңыздар, бәкі возможность ордайдар.
Ой, бәрекелді. Ал енді мінекей құдалықтарыңыз құтты болсын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құда-құдағайлар. Мінекей орындарыңызға жайғасыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, үлкен астан алып отырыңыздар. Мінекей осыдан кейін құрметті қонақтар, мінекей екі жастың арқасында мінекей жақсысын асырып, жаманын жасыратын, екі жақтың да мінекей осы балалардың жоқ кемтігін екі жақта толтыратын мінекей құда-құдағайларымыз аман болсын. Ал енді құда-құдағи болғандарыңыз құтты болсын деп бір алдарыңыздағы сусыннан алып отырыңыздар. Құда-құдағиларымызды алдыртып отырыңыздар, құрметті қонақтар. Той сіздерді тойлатып отырыңыздар. Бәрімізді асықтың қайда барады демеңіздер. Өйткені мынау өзі екі жақтың ата-анасы болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер ғой. Өзі мынау беретіндері бар, алатындары бар. Солардың беретіндерін беріп жастар келгенше алатындарын алып, мынау мойындағы жүгімізді түсіріп, сосын бір дұрыстап тойлатайық деген ниетпен ағайындар сіздерді айып етпеңіздер. Енді бұл жерде отырған біздің мінекей өздеріңіздің құдағайларыңыз, жігіттің көзі қызылда деп мінекей қызыл көйлек киген құдағайларымызды бір ортаға шақырып, өздеріңіз сіздерге бір жөн жоралғысы бар екен. Сол микрофон түсініп, сол кісі сіздерге беретін, кигізетін, сосын да сіздерге орамал тон болмаса да жол болсын деген ниетпенен мінекей көрсетсек деген ойымыз бар. Екі жас келсін деп жатыр. Айып етпеңіздер мінекей құрметті қонақтар. Дәмнен алып отырыңыздар, дәмнен. Тамаша дәмнің астында мінекей бүгінгі тойға себепкер болып отырған екі жас бүгінгі тойымыздың мінекей гүліменен бүгінгі төлеген мен Қызыберді орталарыңызға Данияр менен Шынарды қошеметтеп ортаға шақырайық ағайындар. Ой, бәрекелді, қошеметтеріңіз ағайындар. Бүгінгі осы екі жастың арқасында мінекей бүгінгі бас қосып отырмыз. Жайғасыңыздар, төрт сіздерге. Ой, бәрекелді, рахмет. Енді мына құрметті қонақтар, қазақта бір үлкен сөз бар ғой. Өзбектің тойы би жарыс, қазақтың тойы сөз жарыс дейді. Бүгін енді тойға келгеннен кейін тілек айту үшін бүгінгі ақ ниетпенен келіп отырмыз. Мына бүгінгі сонау Өскеменнен, Семейден, мына бүгінгі Марат құдамызды мінекей шашбауын көтеріп қаншама туыс туған ағайындар келіп отыр. Бүгінгі құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз 100 жылдық болып, мына екі жас келгенше 1000 жылдыққа мөр басып, дау көріп отырып, мінекей кішкене танысып, білісіп жатқан жайымыз бар. Мінекей алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық деп құрметті қонақтар мінекей жастарымыз да келіп жетіп жатыр. Бұл кісілердің ниеттерінің түзу екенін көріп жатырмыз. Енді мынау сіздердің алдарыңызда сайрап, бүгінгі сіздердің алдарыңызда тұрған кісі кім деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бүгінгі сіздерге қызмет жасайтын бүгінгі мынау айтып жатырмыз ғой, сәлем сөздің атасы, сәлемдесу пайғамбардың жолымен айтқанда сүннет деп атады. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, ел қамын ойлайтұғын ойшыл қауым. Менің атым Жәнібек Асабамын, арттыратым бүгінгі той шырайын. Армысың ақсақалды аталарым, армысың ақжаулықты аналарым, армысың тұма-туыс құда жекжат, бармысың ақылгерлер ағаларым. Халқымыз бүгін тойлаған, ұрпақтың қамын ойлаған, армысың асыл жеңгелер, ағаларымыздың қойында ақсазандай ойнаған. Бір ғанибет емес пе осындай Шынардай қызымызды, осындай
сол жоқ жағалауда Астанада бір жақсылап тойлағанда бір қошемет көшетін ай бәрекелді. Мінекей Астана алып отырыңыздар. Бүгінгі мінекей осы тойға келгеннен кейін жаңа айтып жатырмыз ғой, жақсысын асырып жаман жасыратын мінекей құдандалы ел болып осындай үлкен тойға келіп жатқан жайымыз бар. Ендігі келесі тілектің кезегін, асыл сөздің өзегін бүгінгі осы Ораз ағамыздың мінекей үлкен осындағы үлкен апасы менен жезделері келіп отыр. Бүгінгі сонау Үржардан аттенетіп келіп отырған сол кісі бүгінгі тойымыздың бет ашарын ашып, тойымызды ары қарай тілекпен жалғастырсын деген ниетпен ордаға Ғалия, Сәрсенғали, Ғалия, Арайхан, Болат, Зияхан, Сартай деген мінекей нағашы апа жезделерін қошеметтеп, ду қол шапалақтап ордаға билет шығарып, тілек сұрайық ағайын. Ой, бәрекелді, рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, мінекей жақсы жезде әкеде ие батады. Мінекей біздің өздерінің құдаларымыздың үлкен мінекей жездесі, Сәрсенғали ағамыз келмей қалса да мінекей апасы Ғали апамыз келіп жатыр. Жаңа айтып жатырмыз ғой, енді мынау сұлу жердің саясы ағасында ал адамның қасиеті ешқашан өзгермейтін нағашыда деп бүгін мінекей нағашылар келіп отыр. Сіздерге бүгін отыра беруге рұқсат. Ертең үлкен тойда Құдай қаласа түрегеп отырып тұрасыздар. Бүгін енді от души сіздерге диван қойып қойдық, чтобы расслабиться нормально отырыңыздар деп тыңдап. Барлығы да сіздердің құрметтеріңізге бүгінгі тойдың ханы мен ханшайымы сіздер. Қайсыңыздан бастаймыз? Шаштың ағарғаны піскені деп ағарғаннан бастаймыз ба? Әлде көйлек кигеннен бастаймыз ба? Бұл жерге жақындаңыздаршы, ана қазір ана жерде кішкене микрофон. Танысып жатқан құдаларымыз, астаналықтарым, біз енді анау Ожар деген жерден келіп отырмыз. Бұл жер енді Тарбағатай тауы мен Алакөлдің ортасында орналасқан үлкен аудан. Енді бүгінгі міне екі жастар Мәнер мен Шынар әкелерім, құлыншақтарым үлкен бір көпір салғалы тұр Астана мен Ожардың арасына. Бұл енді көпір мықты болсын, бұзылмасын. Павлодар мен Астананың арасында жолға ұқсамасын. Мен енді Шынар әкем саған енді өз семьям атынан, өз бала-шағам атынан, өз немерелерім атынан үлкен жанды сәлем жолдағым келіп тұр. Бәрілерің енді аман болыңыздар. Мына енді екі жас міне туыстық, құда деген 1000 жылдық, күйеу деген 100 жылдық деген осыдан шығады. Біз енді Найман жерінен келіп отырмыз. Семей деген қазіргі Шығыс Қазақстан облысы өте енді көрген, барған жігіттер бар екен, мына құдалар жаман деп отырған жоқ сияқты. Біз енді бәріміз енді өз атымнан да мен бақыт тілеймін, денсаулықтар мықты болсын, той-тойға ұласа берсін. Баладар енді ешқашан жамандық көрмесін дегенім айтайын дегенім. Мына екі балама тілейтінім бір үлгілі шаңырақ иесі болсын, дендері сау болып, өмірде бақытты, жақсы бір семья болсын деп тілеймін. Семьям атынан. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Көп сөйлей алмаймын, сөйлемеймін. Құрметті құдағайлар, мен мына бірінші Даниялды көрген өзіммен бетіне тиіскедім, сүйдім. Сонда өзім мұнағаны үй алғаны ең адамгершілік сол ғой. Мен ойлаймын, орысша білмегеннен қысылды ма, жоқ әлде сыйлап қысылды ма деп. Қарап отырып мәз болдым, адамның ішкі дүниесі белгілі ғой ол. Ескі ер адам үй алады. Енді мен екі балаға сіздерге үлкен ақ жол тілеймін. Жолдарың ақ болсын. Мына екі жаққа да сыйымды болсын. Осылар жақсы тұрса, осылар бірін-бірі сыйласа, біз де жоғары жүреміз, біз екеудеміз көтеріліп жүреді.
ағайындар. Енді неге сыйлаңдар, шөбіре сыйлаңдар, соны қызықтай берейік, ортақтаса берейік. Осылардың қосылған енді мына қосыларымызда бар шығар, үйленбеген ұлдар, тұрмысқа шыққан қыздар деген соларға жұғысты болсын енді ағайын. Той қыласын енді. Арым ғой. Құдағилар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бүгін міне енді біздің Шынарымыз сіздермен, Шынар мен Данияның арқасында сіздермен танысып білсіп жатырмыз. Енді 2 жасқа тек қана бақыт тілеймін. Шынарымыз, мен енді Раушанның үлкен апайымын. Шынар өзіміздің қолымызда өскен бала, өте мәдениетті, қолынан келмейтіні жоқ, сондай іскер. Енді оны арық сөйлеп сен шық дейді. Көре жатарсыздар, өмір көрсетеді. Раушан мен Ораздың мәпеле бағы өсірген ақ құсы, сіздерге бақ құсы болып қонсын. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын жандарым. Тек қана жақсылық тілеймін. Өмірдегі бар жақсылық сендерге тілеймін. Бақытты болыңдар. Құрметті құдағилар, міне бүгін міне 2 жақтында өрісі кеңіп жатыр. Қостанай, Астана, Семей, Үржар болып өрісіміз кеңіп, 2 баланың арқасында, Данияр мен Шынардың арқасында. Енді осы балалар бақытты болсын, бір үлкен орталық семья болсын. 2 жақтында ата-аналары, туған туысқандары аман болсын. Тойым тойға оласын, салған әнім қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнім берсін көләштің, туысқандар ай. Қызым менің қызығым, ұлың сенің бұзығың, бақытты боп балалар, көрейікші қызығын. Тойым тойға оласын, салған әнім қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін көләштің, туысқандар ай. Құтты болсын тойыңыз, сәтті болсын ойыңыз, бақытты боп балалар, тілейміз біз ай. Сіздер құрметті қонақтар, біздің өздеріңіздің Құдай қаласа ертең келіндеріңіздің мінекей нағашылары, бүгінгі отырған мына біздің Орекеңнің осындағы мінекей апа жезделері сіздерге тілегін айтып мінекей әнменен көркемдеп жатыр. Олай болса мына бүгінгі алдарыңызда арақ деген жақсы да емес, жаман да емес. Осындай бір тойда 100 грамм алып қойған жаман емес деп ақындап алып отырыңыздар, ішіп отырыңыздар. Барлықтарда мінекей қазір уақыт емші дейді ғой, осында мінекей әдейі сіздерде Астанада бас қоссын деп қазақтың мінекей үлкен ырымы деген мінекей жақсы ғой. Ырымда осындағы мінекей Үржардың бүкіл қаймақтарын осында жіберіп, үлкен той тойлатып жатқан жайымыз бар, той қаласа берсін. Енді осы жерде отырған ақжаулықты аналарымыздың құрметіне осы әнменен жұптап отырайық. Сіздердің құрметтеріңізге Сенің анаң алтын деген әнді қабыл алыңыздар. Құрметті қонақтар, ауздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Sır boyun çağladı
Саразонды бастап құда-құдағи болып, бұл кісі осы әулетпенен құда-құдағи болып, сіздердің алдарыңызда үлкен мінекей дастарханымыздың төрімізде отырған ол кісі көрінбейді жоқ, иә? Сол кісіні мінекей ортаға шақырып, сіздерді мінекей үлкен тілек сұрасақ деген ниет бар. Мынау жалғыздықтан Құдай сақтасын дейді, осы жердегі мынау Шынардың, осы жерде Жазира деген мінекей үлкен құдашаларымыз бар. Ол кісі келді ме? Жаңа біз таныстырғанда келмеп еді. Жазира құдашасы, мұны ортаға шақырыңыздар, біз құда-құдағиларға бір төбесін көрсетіп алайық. Ой, бәрекет, бәрекет. Ал, құдағай келіңіз мінекей ортаға. Сізге тілек берейін деп жатырмыз. Бүгінгі құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз 100 жылдық болып мінекей сізді осы құдалардың алдында мінекей жаңағы Жазира деген құдашаларымыз мына кісі болады. Иә, мінекей өзінің мамасымен бірге жүр. Көрдіңіздер ме? Тәрбие қандай дейсіз ғой. Өзінің мамасын ұмытып кетті мінекей. Міне енесінің қасында жүр. Ертең Құдай қаласа біздің Шынарда, біздің мынау осы жерде отырған Жанар құдағилардың қасында осылай жүрсін деген ниеттеміз. Иә, осындай Құдай қаласа келесі жылы шілдехана тойда келсек деген тағы да сондай бір тілегіміз бар. Енді апа бір өзіңіз жақсы тілегіңізді айтып, мінекей осындай мына жерде отырған мына Марат құда менен Жанар құдағиға сіздердің жолдарыңызды берсін деп жаңа айтып жатырмыз ғой. Сіздер мінекей қыздарыңызды қияға, ұлдарыңызды ұяға қондырған үлкен ақжауапты анасыз. Осы тойға келіп мінекей біздің төрімізде осылай отырып, мінекей құдағилық өзіңіздің мінекей орныңызды ұстап, тамаша осы тойды мұнда отырған осындай бикендей апаларымыз аман болсын деп бір қошемет көрсетіп отырайық ағайындар. Рахмет. Енді міне келген жаңа құда-құдағиларға, құдағи жиежаттарға қош келдіңіздер дейміз. Біз бәріміз қуанып жатырмыз. Бұл енді біздің үлкен өзіміздің бір құда-құдағиларымыз. Енді мен мынау Оразбен Раушан менің өзі сіңлім, бауырым сияқты, өзім бауырларыммен жасты. Бұлар апай дейді. Құда-құдағи деп айтпайды, өзіміздің бауырларымыз сияқты дейді. Үлкен менің Өскеменнен келіп отырмын. Мына менің балам не, осы Шынардың апайы. Көп 6-7 жылдай болып болды. Біз енді құда-құдағи емес, кәдімгі туыстар сияқтымыз, осындардың барлығы осы отырған сіңілерімдей болып кеткеніне. Бұл енді мен Шынар мен балам Данияр екеуіне бақыт тілеймін. Осы аспанда қанша жұлдыз болса, қанша бақыт тілеймін. Екеуіне, екі жастың жолы ашық болсын, құрбы-құрдастарының алды болсын, замандарына сай, қазіргі заманға сай, өздерінің талаптары алға баса берсін, өрге баса берсін, Алла осыларды қолдасын. Біз енді үлкен кісілер қандай ата-ана болсын, ұлы болсын, қызы болсын, өмірлері жақсы болса екен, алдағы ғұмырлары ұзақ болса екен, осылардың жаманшылық көрмесе екен деп тілейміз. Сондықтан осы дастархан басында отырған барлығымыз осы балалардың жақсылығын көрейік. Әр уақытта осындай жақсы дастарханға жиналайық. Жақсы, енді мен ана бетіне мақтағанда ыңғайсыз ғой енді. Өздеріңіз де көресіздер міне жақсы, міне балаларымыз жақсы. Жаңа айтып жатыр, білем мен енді кішкентай кезінен білем, талапты, жаңағы қолы оң болу оң деген сияқты. Жақсыны да, барды да, жоқты да, қиыншылықты да, барлығында ақылмен жеңе біледі. Дегенмен де жастарға жол көрсету керек, жол сілтеу керек, мынау былай деген сияқты. Ақыл қосасыздар өздеріңіз. Қадамдарыңыз құтты болсын, балаларымыз, екі бала бақытты болсын, тұрған шаңырақтары, босағалары берік болсын, барлық жақсылық тілеймін. Өзім былай қобалжып тұрмын. Бәрі бақытты болсын осы. Мына осы отырған балалардың, Шынардың барлығы. Олай болмайды, бұл кісінің алдында міне Гүлзия деген апасы отыр.
осы Ораз аға мына құдаларымыздың жалғыз үлкен апасы. Сол кісіні бір қошеметті ортаға шақырайық, келіңізші ортаға. Ой, бәрекелді. Ал, билепшіңізші ортаға. Ал, апа бір жіберіңіз, 1 сағат 45 минут. Жарайды, рахмет. Құрметті бүгінгі осы дастарханға жиналып отырған қауым, алдымен амансыздар ма? Алыстан, жақыннан осы бүгінгі қуанышқа ат терлетіп, біздер, сіздер келіп қалдыңыздар. Әмсе жолдарыңыз болсын. Аман есен бүгінгі дастарханға бәріміз жиналдық. Енді негізгі себеп Шынар мен Даниярдың үй болып, семья болып, осы өмірден, бүткіл әлемнен деуге болады. Бірін-бірі осы Астанада іздеп тауып, Алла қосып, жаңадан жас семья болғалы отыр. Қуаныштымыз. Шындығында өте қуаныштымыз. Заман жақсы, өмір жақсы, бәрі бар, Алла бұйырса. Енді осы бәр жақсылықты, өмірдегі барлық барды алып, өздері қолдарынан жасап, ары қарай сәнді, салтанатты сарай жасау, осы 2 жастың өз міндетінде. Сіздер ата-ана біз жай материалдық көмек береріміз, басқадай шамамыз келсе ақылымызды тыңдаса, ақылымызды берерміз. Ал енді басқа негізгі ұясын жасау, оның шатырын тігу, оның сән салтанатты есігінің алдында бақы-бақшасы, қорасында қойы, үйін бауырында баласы, ата-анасын өрісін сыйлайтын осы екеуінде. Бүгіннен бастап ойлаймын, енді екеулерінің беті ашылып, құда-құдағи болып, жаңадан ертең тойы ғой енді. Ауыртпашылықтың бәрі енді екеуінің өз мойнына ілінеді деп ойлаймын. Сондықтан екеулерің өмір бұл күрес. Өмірде, сол өмірде жеңе біліп, күресе бір ыстығы мен суығына тоңа біліп, ыстығына күйіп, суығына тоңып, жоққа шыдап, байлықты көтере біліп, өмір сүру екеуінің мойнында. Енді Алладан екеуінің бақытты өмір сүрулеріңді тілейміз. Дендерің бірінші сау болсын, бастарың аман болсын, әке, шеше, туған туыстардың көз айыры қуанышы болып жүре беріңіздер. Біз өстіп алыстан, жақыннан, құдағай болып, құда болып, өрістерін көріп, тек қана қуанышын көрейік. Аман болайық ағайын. Заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай дәмді, сәнді, берекелі, қуанышты, жасыра алмайтын, шашылып жатқан дастарханда отыра берейік. Аман болыңыздар. Таныстырдым кеттім ғой. Апайы деді, басқасын айтты, бұласын айтты. Мен шындығында сіздің Ораздың нағышы апайымын. Бұл кісінің шешесі менің әкемнің туған қарындасы. Семейден келіп отырмын. Өзімді осылай таныстырамын. Ой, бәрекелді. Жазыр, тілек айтамыз ба, жұбайыңызбен айтасыз ба? Сөйтсін, иә? Ой, бәрекелді, рахмет. Ал енді, құрметті қонақтар, мінеке осы сен тілеген сұрағымызбен Марат, мінеке құда, екеуіңіз ертең құдай қаласа, бір 10 жылдан кейін бір осы немерелеріңіздің атын шатыстырып, шөберелеріңіздің қызығын көріп ортада жүре беріңіздер. Енді сіздердің құрметтеріңізге осы жерде отырған мінеке Ақжаулықты апаларымыздың құрметіне тамаша бір ән, ауздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын ағайындар. Ой, бәрекелді, көңілденіп отырайық сіздердің құрметтеріңізге. Soğunlar beri senin anam aldın, benim anam aldın. Kolpara bir karnasın, aman oğlum çaldın. Akşekilerin, soğuk kızlar senin. Analardı kuttukta, kol soğunlar beri.
бәрекелді қошеметтеріңізді аямаңыздар, құрметті қонақтар. Осы жерде отырған ақ аналарымыздың құрметіне қош келдіңіздер деп тілек айтып жатыр. Ендігі мынау тілекті өзіміздің қазіргі осы жерде отырған әлі мінекей тұзы кеппеген свежий құда-құдағиларымызға қарай бет бұрсақ деп отырмыз. Енді осы жерде отырғаннан кейін жаңа айтып жатырмыз ғой, сіздер енді бізге бөтен болмадыңыздар. Мынау Данияр менің мінекей жиенім екен. Қыпшаққа нағашыларына тартса жаман болмайды. Ана аға отырып, мен отырып, нарман жігіттеріміз көріп тұрсыздар мінекей. Қыпшақтар өтуде бірыңғай ірі боламыз, тірі боламыз осылай, иә. Таза болмаса бір үлкен басқа жерде отырамыз да, охранада жүреміз де болмаса таза. Қыпшақтар сондаймыз өзі. Енді құрметті қонақтар, енді тілектің кезегі мына жерде өзіміздің апамыз отыр. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мына жерде отырған нағашы апасы, бұл сізде Қыпшақтың қызы болса керек шамасы. Өзіміз сол жақтан Қыпшақтың иістері шығады, сосын ғой өзіміздің апамыз болғаннан кейін бұл кісіні мінекей әдейі жеке дара мынау микрофонымыз қолға ұстап тұрғаннан кейін, иә, бүгінгі өзімізді билікті басымызда болғаннан кейін бүгінгі Қыпшақтар бастап сөйлесін деп ортаға Сәлим апамызды бір билетіп қошеметтеп ортаға шақырайық. Ал келіңіз апа. Апама көз тиеді қазір. Мына кісілер пайдаланып қалып жатыр. Қыпшақтың қызымен билегендер жұмаққа барады деп атады, иә. Апа ортаға келіңізші. Көрдіңіздер ғой. Иә, мына кісіні көрдіңіздер ме? Мінекей біледі де бұл кісі кіммен билеу керек екен. Енді апа өзіңіз бір жіберіңіз. Иә, сіздің әнді де бәрін де өзім орындайып, апамызға бір тілектің кезегін берейік, шоламай тыңдаңыздар енді. Сіздерді құдағай десем де болады. Қырық бауырды жегеннен кейін. Кешіміз қайырлы болсын, құтты болсын. Таң атқанша би билеп, ойын ойнап отырайық. Кешіміз жарық болсын. Енді айтайын дегенім, Данияр менен Шынардың кешіне келіп отырмыз. Бірнеше кездесу кеші. Екі жас бір-бірі тауып, араларында бір шамалы сезім болған. Ол сезімнің аты тегінде білмеймін, жаңылттым, бірақ ойлаймын махаббат шығар деп. Сол махаббаттың арқасында ол махаббат жанып кетсе, оны сөндіру қиын. Орыстар айтады ғой, любовь это пожар деп. Сондықтан осы екеуі бірін-бірі сүйіп, осындай деген шешімге келіп, кездесіп жүрді өздері алдында. Осылай шешімге келгеннен кейін бірге болайық деп, бізді бірге болып, көрмеген алыстан аннан келген сіздер, әр қаладан келген сіздермен танысып жатырмыз. Ал енді мен де Жанардың апасымын. Қостанайдан келдім. Қостанай столица. Астанадан да жоғары. Біздің бидайымыз, нанымыз көп. Біздің байлығымыз. Қостанайдан атымды терілетіп, жалғыз ағамның қыздары ғой деп, ағам екеуміз ғана болдық. Жанардың папасы мен. Жанардың папасының мен қарындасымын. Ол кісі бұл дүниядан өтіп кетті. Содан Қостанайдан келіп, атымды терілетіп, арада доғарып, атым кішкене тері басылсын деп, осында жалғыз жүредім. Күн бұрын келіп, құдаларымыз келіп қалды. Содан құдалармен ең бірінші мен таныстым. Сұрап, аттарын кім қайдан келді. Сосын ойнап көріп айтып жатыр, мен Қостанайдан келдім, атпен келдім, солай да бұлай деп. Ал енді көп айтқанмен, оның енді маңызы болмас. Екі жасқа жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Қазақстанның тірегі болыңдар, Қазақстанның жақсы қызметкері болыңдар. Екі жақтан да ата-аналарын сыйлаңдар. Бірінің айтқан сөзінен бірін қайтпаңдар, тату болыңдар, дәмді болыңдар, сонда өмірлерің алға басады, жақсы боласыңдар. Ал енді осы отырған қонақтар бәріңізге де жақсылық тілеймін. Бәріңізге де осындай той болсын, думан болсын. Енді жаңа айтып өттім ғой, ең бірінші таныстым сіздермен деп, түйенің
танығаны жапырақ дейді ғой. Енді мұнан былай ең бірінші мен сіздерді танимын. Сау болыңыз, рахмет. Апа, өлең айтамыз ба? Я сөйтейік айтпесем лақсырдың бар дұшпан, мен жаңа сізді мақтап отырмын. Ертең айтады, құпшақтыңыздар өлең айтпай кетті деп. Бір жіберіңіз, лақсыр көрсін біздің қандай өнерлі екенімізді. Жақсы сөйледім бай, өзіңіз айтып қойдыңыз, бойында алыстын деп. Одан Қалдаяқов, король вальсы, оны енді мен жақсы білемін, осыны өлеңдерін де жаратамын. Мен сіз айттыңыз, айтпай қойым, оның да басқа өлеңдері бар ғой. Енді баяғыда біздің жас кезімізде бір өлең есімде қалып еді, бір ауыз айтайын. Мен өлеңші емеспін, әнші емеспін, жазушы емеспін, бірақ енді арамын істейін. Қызыл гүлдей жайнап өскен балалар, бақытты ғой сені тапқан аналар. Кәрі шешең мақтанышпен айтады, айналдым деп бұл советтің жасына. Ай, бөбегім, еске сақта анаңның сүйіп айтқан ай өлегін. Еске сақта анаңның сүйіп айтқан ай өлегін. Рахмет! Ой, бәрекелді, мінеке апамызға, Сәлим апамызға осыдан қызық болғаныңыздар. Мынау енді сөздің шынында да Сәлим апамыздың сөздің жаны бар. Мынау сосын Қыпшақта біз пунктуальный халықпыз да уақытында келеміз. Мен мана бірінші келген кезде осы кісіні көргем, сосын ойладым да тойдың иелерін танымаймын ғой мен. Ойладым, мынау біздің кімнің Шынардың мамасы осы кісі ме екен деп мана қарап тұрдым ғой. Сөйтсем ол кісіміз екен, бұл кісі біздің құдағиымыз екен, мана бүйтіп айналып келгенде менің апам екен сөйтсем. Апа, мінеке рахмет сізге, нағыз пунктуальный адамсыз. Осы кісінің сіздерге жолдарын берсін, мінеке. Әлі мінеке бұл кісілер асылдың сынығы болғаннан кейін сырлаяқтың сыр кеппеген, әлде болса мінеке бір жігітті құлататындай жағдайы бар. Мінеке қыздың жасын сұрама, қыздың жасы 18 дейді ғой. Сәлим апамыздың тілегін алмағандар мінеке оны білмеймін енді. Ал қазір алып қойсаңыздар, ертең Құдай қаласа Астанада 2 бөлме квартираларыңыз болады деп жатыр. Ал қошемет көрсетіп қойып отырыңыздар Сәлим апамызға. Рахмет. Сіздің құрметіңізге Сәлим апа мінеке тойымызды бастап жатырсыз ғой. Өзіңіздің құдағиыңыз мінеке той бастар ретінде акционерный общество Ораз деген мінеке бүгінгі демеушілік жасап жатыр бізге. Сол кісінің мінеке құрметіндегі біз өз қолымызбен апарып тапсырышты Сәлим апамызға. Аба, той бастар сізге. Ой, бәрекелді, рахмет. Енді мына апамның тілегіне арқадай жұптамасақ тағы да болмайды. Сіздер алып қойыңыздар. Енді сіздердің кезіндегі жастық шақтарыңызды билегенен махаббат мұңы деген әнді қабылдаңыздар. Сәлим апамыздың бізге берген мінеке заказы. Барлықтарыңызды ортаға биге шақырамыз. Келіңіздер, дәл таратыңыздар.
ғашығадан бұл жерде кім отырмайды сол мас тойды мінекей құдай қаласа аман есен атқаратын жағдай болсын. Енді мынау айтып жатырмыз ғой, той деген өзі дайындалу бір басқа, соны мінекей өткізу бір басқа. Алла тағала өзі адамның санын кемітпейді. Тамаша той думандарыңызды аман есен өткізіңіздер. Мінекей жаңа айтып жатырмыз, осы жердегі мынау біздің мынау келіндеріңіз, қазір болашақ келіндеріңіз ғой, шынар бізбенен сөйлескелі бір ай болды. Сол бір ай бұрын айтқан тұғын, біз тойға 150 адам шақырайық деп жатырмыз деп бana. Сосын айттым, ойбай, қыз ұзатуда көп екен андағы деп. Содан кейін келді де айтты, тағы бір жетіден звондады. Жоқ, ана кісі бүйтті, мына қыз сөйтті деп 50 кісіні қысқартып тапты деді. Содан кейін тағы бір барып қалсам, жоқ, көп болып кетті, тағы да 50 адамды қысқартайық деп. Жақсы. Содан кейін келіп алып айтты, 50 адамның ішінде тағы біз 20-30 адамға қысқартып жатырмыз деді. 20 адам мен ана тойға шақырған жоқ, мені бүйткен жоқ, өйткені папам мен мамамды ол тойда тастап кетті деді да. Содан мінекей сол списоктен құрбандыққа шалынбай, осы тойда отырған сіздер бақытжандарсыздар. Сол мына бүгінгі осы тойда мінекей төрде отырсыздар. Мына енді Марат ағамызбенен мінекей Ораз ағамыздың мінекей үлкен әулетінде той болып жатыр. Ертең мынау барлықтарымыз құдай қаласа тойдан басқарамызда, біз тойды басқарып кетіп қаламыз, сіздер тойлатып кетіп қаласыздар. Бірақ негізгі бататын міне осы екі кісіге. Өйткені қызды қанаттыға қақтырмай жаңа айтып жатырмыз ғой, мына кісі жоқ кезде де айтып жатырмыз. Мына бүгінгі бұл кісілерден де сіздер ойлайтын шығарсыздар, ана бірінші қызды берді, ол кісіде опыт бар деп мана. Ол кісілерді көріп жатырсыздар, жаңағы әрбір бір парасын мінекей осы жуып беріп жатады. Сондықтан да енді мінекей жаңағы біздің үлкен кісілер шылым тартып келгенше әңгіме осыны айтып отырайық. Баяғыда осы Шынар сияқты бір пысық келін түскен екен үйге. Сол келініміз әнші екен дейді да, манағы үйдің ішін әндетіп жүр, жинап жүр дейді. Алақанда алақан күлімдейді көзің, құшағында қуаныш деп аяқтың бәрі шаңын шығарып дейді. Қуаныш қасында сен өзің, бүгінгі күн тамаша, бүгін нұрлы бармаң, бүгін міне қосылды арман менен арман деп ән айтып жүрген ғой. Содан келіпті де мына Жанар сияқты енесі отыр екен дейді ол кісі. Жанар құдағы сияқты. Тұрып алып айтты, әй айналайын келін, беріға кел деген ғой. Өзі бақылайсыздар ма, мына басында келін болған кезде әдемі 2 ай ма 3 ай келіндер ұшып жүреді аяқтың ұшымен. Сосын 5-6 ай болғаннан кейін табаны жерге тиеді ғой, асықпай келеді, не болды деп мына. Сосын артынан қарай сосын қанау үлкен сөз бар ғой қазақтарда. Қолыңыз зорғаны құтты болсын десе айтады дейді. Қазіргі тамадалардың өзі приколы болып жүр да, негізі шын нәрсе ол. Қолдың зорғаны, тілдің қысқарғаны құтты болсын деп айтады манағы елдерге. Сонда енді бүгінгі мына тойға келгеннен кейін сөйтті де, содан кейін шақырып алыпты. Ей айналайын келін, бұл әнді айтпа, бұл әннің ішінде сенің қуаныш, арман деген қайнағаларың бар. Ертең естіп қойса ұят болады деген ғой. Сонда сөз тоқтамай қолға жоқ дейді, келесі күні келін бүйтіп ән айтып жүр дейді. Алақанда алақан күлімдейді көзің, құшағымда қайнаған қасымда сен өзің. Бүгінгі күн тамаша, бүгін нұрлы бармаң, бүгін міне қосылды қайнағам мен қайнағам деп мана ән айтып жүрген дейді. Сол сияқты енді мынау бүгінгі осы той болғаннан кейін айтылып жатқан әңгіме ғой. Енді бір жағы келінім саған айтамын қызым сен тыңда деген ниет бүгінгі мынау жаңа айтып жатырмыз. Мынау біз осы Шынардың жағынан сөйлеп жатырғаннан кейін біз енді орекеңдер енді бұл кісілерді жаман болсын деп тәрбиелемейді қызды. Сондықтан мынау енді біз енді отырғанда Жанар құдағиға айтатынымыз, енді құдай қаласа ертең сіздер жаққа барған кезде қыз деген сразу келін болып туылмайды. Сонда кем кетігі болса өздеріңіз анау
ағаштың мынау жапырақтарын шапқандай қылып өздеріңіз түзетіп аласыздар деген сияқты ниет қой бізде. Енді бүгінгі осы тойға келгеннен кейін тағы да үлкен кісілеріміз келіп болса тілегімізді жалғастырып отырайық. Екі аяқты да мінекей бажа тату деп атады. Енді менің түсінгенім осы жерде отырған мынау біздің жезделеріміз болды ғой. Мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, қыпшақта мінекей қыз алып, Құдай қаласа жұмақтан орындайын деп қойғанбыз деп қояйық. Осы жерде отырған мінекей Даниярдың аба жезделері Роза Болат, Мәриям Мұрат, Үміт Бақберген деген кісі бір қошеметті ортаға шақырып билетіп тілек сұрайды. Елдерден бастайық па? Қайсы мұрттыдан? Мына кісіден бастайық па? Ал жезде бастайын. Рахмет. Енді мынау бүгін өте қуанышты күн. Біз енді қыз алып отырмыз. Қыз беру оңай емес. Мен былай қарап отырмын. Осы өзім бажаларым да тұр. Бажалар, Орекең бажалар. Бәріміз қыз бердік. Қыз алдық. Енді беру оңай емес. Бірақ енді тағдыр заңы солай. Ол жалғызсыз емес беріп отқан, жалғыз емес алып отқан. Енді айтарымыз мынау 2 жас бақытты болсын. Жаңа тамада да осы арада апамыз айтып кетті. Иә, ол қыз бала ертең патшаның қызында да анау-мынаусы бар дейді. Жаңақтың астынан Марат да, Жанар да кір іздейтін адам емес. Өте тәрбиелері мықты. Көпті көрген адамдар қызды тәрбиелеп отыр бұлар. Сол себептен ойлаймын, бұл жағынан күмән жоқ. Қыздарыңыз жақсы жерге барып жатыр. Ал енді не дейміз, мынау жайып отырған дастарханымыз бәрі осындай. Сіздерге жайлы берсін бұдан былай. Мынау бастамасы дейді. Бұл енді мына 2 жасқа бүгін өмірдің басы басталды. Семья қазақта жаңа үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Сол қиыншылықта осындай бажалары болсын, бауырлары болсын, ескі құдасы болсын, осындай кезде біз керек боламыз. Осы 2 жас үй болып кетсін, бір шаңырақ болып кетсін, Құсайынтер әулеті үлкейе берсін. Бұл осы семьяның ең тұңғыш баласы. Өте өзі ақылды, сондай спокойный бала. Сол себептен ойлаймын, Данияр бәрі болады, бәрі дұрыс болады деймін. Келдіміз бізді тыңдайды. Таныстырып қойсам болды. Ал енді мынау бәрімізге осындай құдалық жұмысты бола берсін. Мынау арамызда өткен ажал аналарымыз әр уақытта қасымызда болсын. Осы кісілер аман болса, біз де бала болып сезініп жүреміз. Құрметті құдалар, Мұрат бажамыз. Мен Бақбергенмін. Мен Қостанайдан келіп отырмын. Енді мынау жаңа менің балдызым өте жақсы көреді. Сол кенже, енді біздің басымыз қосып отырған 2 жаста. Жаңа бүкіл тілектер айтып жатыр, жақсы сөздер. Сау болсыңдар деп. Өте қуаныштымын. Сау боласыңыз. Алла жазса, ертең келісеміз тойда. Енді бәрі де балалардың қолдарында. Мана сіз айтқандай құдай, біз оларға тілек болайық, жанында болайық, көмек берейік, үлгі болайық бұларға. Енді Марат, Бажа, Жанар, Құда қойылар, свежий. Енді не дейміз? Бала бақытты болсын, өмірдері ұзақ болсын, жолдары ақ болсын. Бәріміз аман сау болайық, ертең Алла жазса тойда кездесіп, дұрыстап өткізейік, ойдағыдай болсын. Бәрі де сценарий бойынша тамада айтқандай жақсы болсын. Сол балалар бақытты болсын. Ал енді құрметті қауым, міне бүгін 2 жастың арқасында осылай танысып отырмыз, кездесіп отырмыз, куәгер болып отырмыз, құйрық бауыр жеп, құда-құдағи болып отырмыз, 2 құда дөс қақты. Сондықтан қазақтар айтады, ол құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық деп, 1000 жыл құда-құдағи болайық. Әрқашанда осылай арамыз ыстық болсын, ешқашан суымасын,
сіз біз деп қана осылай ғана бір бірімізді көрсек басымызды иіп қонаққа шақырып солай жақсы өте жақсы құттықтағай бола берейік. Енді 2 жасқа өте прямо ризамын. Данияр жаным, прямо мы тебя очень любим. Мне Шнарочка бәрі айтып жатсыңыз ғой, сондай қолынан да бәрі келетін етеді да. Ну, единственное айтатынымыз, біз отбасымызда 5 қыз едік, 5 қыз. Ең үлкен апам, менен үлкен апамыз былтыр марқұм болып кетті. 4-еуміз, менен міне Мұрат неміз бар, күйеу баламыз бар. Мариям дейтін Атырауда тұрады бұл кісілер. Сосын Ұмытымыз бар, міне Бақберген күйеуі. Ұмыт келді, ертең болады. Мариям Атыраудан жұмысынан шыға алмай қалды. Әлі көресіңіз. 4. Сосын міне ең последний тұңғышымыз Жанар енді. Бұл ең жақсы көретін сестренкамыз. Кенже өзі немножко сондай, қалай айтайын енді, ерке, бапам марқым Еркебай дейтін, сондай ерке, отырып ананы істеңіз, мынаны істеңіз, но бірақ настолько добрая, сондай прямо в ней столько доброты, вот поэтому, Шнарочка, вот мне хочется, чтобы ты не злоупотребляла ее добротой. Вот она настолько добрая, я вот иногда ұрсып ставим телефон, Жанар, олай болмайды, былай деп. Ну ладно, он нетіп қалады, но сондай молодцы. Күйеу балам да Марат, Аллаға шүкір прямо. Міне өтеміз, кетеміз, анда барамыз, мұнда келеміз, Астанаға без конца, осы кісілердің үйінде прямо, как у себя дома, сондай жақсы. Сондықтан, конечно, мне құттықтағайлар, 2 жасқа тілейтінім денсаулық, мол бақыт, осы бүгінгі күнге әкелген осындай красивый сұлу махаббаттарыңыз ешқашан өшпесін, балдай тәтті болсын, жаңғақтай қатты болсын, әрқашанда өз биіктеріңізге жете беріңіз, өз семьяңыздың, өз отауыңыздың сондай красивый жұлдызыңыз ешқашан өшпесін, жарқырап путеводитель бола берсін сізге, солай бір-біріңізді өте сыйлап, өмір бойы солай бірге жүре беріңіз әрқашанда. Сондай вот настолько вы подходите друг другу, молодцы. Енді апаларымыз, айтатыным, ана жалғыз апамыз, Сәлима апам дейтін, папамның қарындасы. 5 қыз өсіп атқанда, ол кісі өмір байғы Совет үкіметінде пожизненно главный бухгалтер болып жүрген. Қайда болса да, Россияда да, Қазақстанда да, везде главный бухгалтер болып, осы жалғыз ағам қыздары деп, все время бәрін бізге Ленинградқа кетсен, осы ояқтан бандероль жібереді, Москвада болса, сояқтан бандероль, Румынияда болса, ояқтан бандероль жібереді. Солай бізді постоянно нетіп, как говорится, сверху бізді қарап, көмектесіп, постоянно ағам жалғыз ағам қыздары деп солай нетіп еді. Міне Ермек, сол кісінің баласы Ермек дейтін, осы Астанада тұрады. Едік дейтін баласы бар, Гүлнар дейтін қызы бар, сол үшеуі. Сондай сол, енді дөріне брать. Осы апаларымыз осылай дастархан сәні болып, бізге үлгі болып, әрқашанда қартаймай, ауырмай, апа осылай отыра беріңіз. Сіз құттықтағайлар, сондай тамашасыңыз, сондай жақсы, сондай мейірімдісіңіз, міне құттықтағайлар да қандай. Айтатыным еще көп рахмет сізге, вот все-таки Жанар бір звондады, ой, барамыз Усть-Каманға, анда-мұнда барамыз деп, сосын бір кезде звондайды, Астанада бала деп, ой, какие сваты молодцы деп. Сондай көп рахмет сізге. Сондықтан тойларымыз құтты, құдалығымыз құтты болсын, 2 жаққа бірдей болсын, и балаларымыз да осындай бақытты болсын. Жил когда-то во Франции шевалье Д'Артаньян, алые губы Констанции он нежно целовал и напевал. Шпагу и сердце, мадам, брошу я к вашим ногам, все блага жизни отдам, лишь за одну улыбку, алый бутон ваших губ, я непременно сорву целый букет алых роз, я вам взамен подарю. Граф Монте-Кристо, томясь в тюрьме, он Мерседес вспоминал, чтоб поскорее увидеться с ней, подземный ход копал и напевал. Шпагу и сердце, мадам, брошу я к вашим
ногам, все блага жизни отдам, лишь за одну улыбку, алый бутон ваших губ, я непременно сорву целый букет алых роз, я вам взамен подарю. Доблестный рыцарь Испании, славный сеньор Дон Кихот, узнал, что его Дульсинея ждет, отправился в поход, и вновь он поет. Шпагу и сердце, мадам, брошу я к вашим ногам, все блага жизни отдам, лишь за одну улыбку, алый бутон ваших губ, я непременно сорву целый букет алых роз, я вам взамен подарю. Рахмет, конец для вас. Енді құда көріп жатырсыздар, бүгінгі спонсор бізге жақсы болып тұр да. Бізге ат үші міне сізге өзіңіздің мінеке айтқан өлеңдеріңізді осы дискіге басып, осындай мінеке негізі мына Қостанай дегенге менге жылы шылап алдым да, мен негізі мына өзіміздің арқалықтың жігітімін да мен. Сол мына Қостанай деген тем более біздің астанамыз қазір Қостанай облысы. Мінеке сізге пока қолда дәурен жүріп тұрған кезде мінеке сізге май қарап түсініп кетпеңіз. Осы тойдан тауықтайды, енді құрмет қонақтар, мінекей жақсы тілектер айтып жатыр ғой. Енді мінекей тамаша бір тілектің кезегі. Бұл жерде отырғанымыздың Марат ағамыздың өшедегі үлкен апасы, жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл кісі үлкен әулет. Енді мына осы жерде отырған жалғыз апасы, бүгін осы жерде отырған тойға келіп мінекей төрде отырған Зәуре апамызды бір қошеметті ортаға шақырайық. Ал келіңіз Зәуре апа, билеп шығыңыз ортаға. Мен ойлаған ғой Зәуре апа дегенге бір үлкен кісі шығады. Ой, көрдіңіздер ме? Арғын деген әулет негізі бұл кісі үлкен әулет. Енді айтып жатырмыз ғой, негізі мынау қазақтардың руында мінекей ең бірінші көп найман, содан кейін арғын екен. Арғыннан кейін бар қыпшақ үлкен екен. Көптігін айтып жатырмын да. Өйткені мынау кезінде мен есімде, мен түп нағашыларым арғында. Сол кісілерге баяғыда менің әкем айтатын мынау. Дүниенің төрт бұрышына таяқты лақтырып басаң, бұрышы арғынға тиеді деп мына. Сол сияқты енді сіз біздің түп нағашымыз боласыз. Енді түп нағашыларыңызды көріп отырсыздар ғой, жиендеріңізді қандай екен. Енді сізді де көріп жатырмыз мінекей. Жаңа ана жерде отырған Қыпшақ апамыз анадай болса, мынадай біздің өзіміздің Даниярдың өз жұрты мынадай болса, шынында да біздің жастарымыздың ертең Құдай қаласа бала шағалары ертең мынау өріп ауызға салғандай, ертең Құдай қаласа ұлдарың оншақты, қыздарың оншақты үлкен азамат пен азаматша болатынына біз өте тілекшіміз. Осы мына екі жас бақытты болсын. Мінекей мынадай апа қайнапасы бар кезде біздің шынарымыз мінекей не пропадает дегеніміз ғой. Бұл кісіге мінекей дәл осы кісі сияқты мінекей сіздерге жолдарыңызды берсін. Көріп жатырсыз қайнапаңызды. Әлі де болса қайта мінекей үлкен біздің мінекей 18-де қыздар сияқты Құдай сақтасын. Алла тіл көзден сақтасын. Шыны керек. Енді мынау апа өзіңіз жақсылап апа деп айтуға да аузым бармайды. Енді мынау Зәуре қызымызға бір тілектің кезегін беріп жақсылап тілек айтыңыз апа. Мен сөйлеу керек еді, нағашылар сосын сөйледі ғой. Біз Мараттың мамасы болмағасын, мамамыз қайтыс болды. Бізде алтауымыз, Марат інім болды. Алтаудың үш ұл болды, сол самый младший. Мамка біздің Даниярды жақсы көрді. Сүйкімді немересі болды. Осы Даниярға өлетін. Сол тойға ал енді кеш жарық құрметтен құда құдайлар. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Той-тойға қосыла берсін. Мынау ақ дастархан жақсылыққа қосылсын. Біздің Марат өте жақсы адам. Данияр соған тартқан мұңын. Bizim apamız var үлкен, ол келе алмады Магаданда, сонда жұмыс істейді. Ол келе алмады. Мен сосын үлкен ағамыз бар, ол қайтыс болды. Сосын үшінші менмін. Сосын сіңлім болды, қайтыс болды. Енді інім ертең боланы көресіз. Мынау үлкен дастарханда бәріміз аман болайық, бәрімізге зор денсаулық. Мынау жастар бақытты
болсын, сүйкімді болсын, жақсы тұрып кетсін. Той-тойға қосыла берсін. Тойдың ұрпақтары ұрпақтың босағасы берік болсын. Жанар, Марат Жанар той-тойға қосыла берсін. Бақытты болыңдар. Жәрелерде менің кешірім сұраймын. Бұл жерде қателік жасаған мен, өйткені бұл жерде отырған Зәуре апа бірінші сөйлеу керек деп анаңыз айтқан орнынан тұрғызайыншы списоктерді осысы, бірақ мен өзім кінәлімін. Сізге кешіріңіз, айып етпеңіз. Енді мына бүгінгі жаңа айтып жатырмыз ғой, тілектің ертегесі жоқ деп жатырмыз ғой. Енді 2 жастың тойы болғаннан кейін қателік болады. Енді ханның қызынан да болады деп жатырмыз ғой. Сіздің құрметіңізге өзім сұлу қыз деген әнді орындап берейін сіздің құрметіңізге. Осы Зәуре апамыздың құрметіне барлықтарыңызды биге шақырамыз, құрметті қонақтар. Сіздердің кезіңіздегі, жас кезіңіздегі әндер біздің көріп жатырсыздар бірыңғай ретро әндерді орындап жатырмыз. Сіздердің құрметтеріңізге құда-құда. Суға келеді ақ жетектен бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді, еріп келеді. Тоқтаңыз сұлуға су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрынғыммен. Айтшы жас жігіт, айтшы жас жігіт, айтшы жас жігіт, бір көргенде қалдыңыз ба мені шын сүйіп, мені шын сүйіп, мені шын сүйіп. Тоқтаңыз сұлуды су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын сізбен. Суға келеді ақ жетекте бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді. Тоқтаңыз сұлуды су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрынғыммен. Тоқтаңыз сұлуды су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрынғыммен. Ой, бәрекелді. Көп-көп рахмет, құрметті қонақтар. Мінеке тамаша би болдық. Жүрмін, өлгелі жүрмін, мін артып. Жаманның барып қасына уәзір болғанша, жақсының барып ауласын өлген мың артып дейді. Осында мінеке өзі дос деген азғантай ғана болады. Соның ішінде мінеке отбасына, осы кісілердің шаңырағына мінеке жақсылық тілейтін осындай Марат ағамыз мінеке достарын ертіп келіп отыр. Және де мінеке осы кісілерді тек қана жалғыз шығармай осы жерде отырған біздің жаңа айтып жатырмыз Даниярдың нағашы ағасы бар. Сол кісілерді бәрін ордаға шақырып, тілекке шақырсақ деген ниет бар. Ордаға Серік Жанар Марат ағамыздың досы, және де нағашы Даниярдың нағашы ағасы Ермек ағамызды бір қошеметті ду қол шапалақта ордаға шақырайық. Ал келіңіздер, тілек айтып беріңіздер ағайындар. Жалындаған тарылмаған бір елдің өмірдері, бабасының жүргісін жанылмаған бұл қазақтың жігіттері. Енді алаңның тұлпары, қияшының сұлқары, қаны қазақ қайнаған ұлылардың ұрпағы. Өз елінің ұлтаны, ойлағаны ұлтаны, көк байрақтай жер, көк аспанда шыққан жігіттердің сұлтаны, Hakan
Ай, бәрекелді, бәрекелді. Міне көрдіңіздер ма, сіздердің билеріңізді көре алмайтын кісілер шапара қылмайды да сөйтіп. Ай, бәрекелді. Жаңа мына жерде шатысып жатырмыз ғой мінекей. Серік Роза екен бұл кісілердің аты. Иә, мына жерде отырғанда Ермек ағамыз бар, жерде отырған Серік Роза деп жатыр. Енді бүгінгі осы жерде отырғаннан тілегімізді жалғастырып отырайық. Нағашы ағасынан бастайық, сосын сіздердің достарыменен достарыма. Енді өздеріңіз қараңыздар. Сіз бастаңыз, үлкендігіңіз бар. Құрметті балалар, кеш жарық. Бүгін мынау 2 жастың арқасында туыс болып жатырмыз. 2 ай бұрын қарындасым Жанар звондағанда маған былай деді: Ермек, Данияр үйленейін деп жатыр. Келін алайын деп жатыр. Менің бірінші сұрағым болды: келін қай жақтан? Шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік? Өзім бұрып бердім, шығыс шыққан. Жанар айтады: как ты догадался? Мен айтам, мен өзім Семейде 3 жыл жұмыс істедім, 99 жылы, 2000-шы, 2001 жылы. Семейдің қыздары, әйелдері сұп-сұлу, а Даниярдың вкусын білемін. Правильно? Дұрыс дейді, Оржар дейді. Екінші сұрағым болды: қай елі? Найман? Найман дейді. Что ты у меня спрашиваешь, если что сам знаешь? Мен сразу айттым: 1 минут күтші қазір, тұра тұршы. Ана нені компьютерді алдым, Оржардың Астананың 2 арасын қарадым. 1051 шақырым Астанадан Оржарға дейін. Соны не айтып жатырмын? Бүгіннен бастап сол 2 қаланың жолы 2 рет қысқарыс болады деп ойлаймын. 1000 шақырымның орнына 500 шақырым болады шығар, солай деп есептеймін. Не айтамын мен қазір? Данияр, Шынар, бүгін семья құрып жатырсыз, шаңырақ салып жатырсыз. Бақытты болыңыз. Бір-біреуіне шыдамды болыңыз. Бір-біреуіне тірек болыңыз. Солай қол ұстасып, ұзақ өмір жасаңыз. Мынау 2 жаққа бірдей қарап, 2 жақта бірдей сыйлап, папаларын, мамаларыңды ұмытпай, анда-санда қонаққа барып, есіктерін ашып, солай жүре беріңіз. Әке-шешелеріне немере, шөбере сүйдіңіз. Бүгін шамалы билеп шашап қалдым. Бақытты болыңдар. Сіздің махаббаттарыңыз бола берсін. Мына бүгін жаңа балалармен танысып өте ризамын. Ертең тойда кездесіп, дұрыс танысып, дұрыстап бүгін таңға шейін билейік. Аман болайық, сау болайық. Мына үлкен адамдар біздің жанымызда жүрсін. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Айттым ғой, жаңаларын сұрап жатырмын. Қай жерден болады, өзім сұрақты жауап беремін. Қай руы болады, өзім сұрақты жауап беремін. Мана далада кім мынау Бақберген Мұраттың кіргенде мынау інімді көріп, мен сразу алыстан айттым: арқалықтың адамы деп. Өйткені 82-ден 97-ге дейін арқалықта тұрдым. Арқалықтың адамдарының түрінен білемін. Арқалықтың адамдарының исінен білемін. Рахмет. Ал Жәнібек, сен біраз тілек естіп жатсың. Рахмет. Міне торайлықта ол ар жағынан бөліп тұрамыз. Дұрыс айтады. Ал құрметті құда, құрметті құдағи, құдалар, міне туған туысқандар, міне
өте қуанып жатырмын, риза болып жатырмын. Міне анау 1000 километрден келіп, осылай құрметті дастархан жайып, құдаларды қарсы алып жатсыздар. Әрқашанда осындай той қызық. Сіздер де көре беріңдер. Енді айтайын дегенім, міне бізде менде де Қостанайдан келіп қалғанмын. Міне Марат Мәкең менің жолдасым. Жаңа Даниярға қаратқанда 1-2 жас үлкендігіміз бар. Сонда былай шыққанда ойлаймыз, балаларымыз кішкентай, сонда бір анда-санда болады, пиво ішіп, сонда айтамыз, Мәке, осы балаларымыз қашан соған жетеміз. Соны бір тойда құдалық болады, құдалық, соны қашан, міне Құдаға шүкір, соған жеттік. Міне соған міне қуанып жатыр міне. Біріншіден. Ал енді тілейтінім, міне Құдамен екі Құда міне бүгін құйрық бауыр жеп, Құда болып жатыр. Құда мыңжылдық болсын. Әрқашанда мен ойлаймын, мына Данияр мен Шынар, сендер осылай тату-тәтті болсыңдар, осылай жақсы болсыңдар, бәрі осылай сыйлап жүрсеңдер бар ғой, міне екі Құда, олар бақытты адам деп мен айтамын. Әрқашанда осылай тек қана жақсылық, осылай қуанышпен, ренжітпей, осылай екі жақта бірдей болып, сыйлап жүрсеңдер, одан артық ештеме жоқ деп ойлаймыз. Міне әке-шешелер міне шүкір бар, аман болсын. Енді тілейтінім сендерге әрқашанда осындай қуаныш бола берсін, той алдыда бақыт тілеймін сендерге. Құрметті Құда, құдағилар, бүгінгі күні өте жақсы. Тойлар құтты болсын. Жастарына мөлдір махаббат, қуаныш, жақсылық. Я немножко по-русски можно скажу? Семью Хусейна мы знаем очень давно, у нас дети росли вот практически вместе. Мои сыновья, значит, вместе росли, чуть не с одной тарелки ели и в одной кровати спали, можно так сказать. Даняр у нас, когда, значит, они уехали в Астану, Даняр у нас был, как мой сын. Вот жена смеется, сегодня несколько раз повторила, это твой сын, это ты, вторая мама. Наверное, это я, и не зря вот так она говорит, значит, оно так и было. Я хочу, чтобы... Я вам скажу, что Даняр очень хороший мальчик, очень хороший, он такой красивый. Смотрите, какой он красивый, да? И он очень добрый, он очень внимательный. Вот насколько я, как женщина, помню, вот знаю, он такой у нас мальчик. Я хочу, чтобы, Шнар, ты всегда его любила, всегда... Мужчину много не надо, если его немножко вот так вот на руках носить, его немножко, не то чтобы любить надо, естественно, надо немножко его превозносить, что ли, быть как бы умнее, мудрее, да, как женщина, я думаю, что это у тебя есть, то мужчина сделает для тебя все. Я хочу, чтобы ваша семья была всегда такой вот крепкой, надежной, и чтобы вот мы не зря сегодня здесь собрались и не зря сидели. Я очень хочу, чтобы ваша семья была очень счастливая. Барлықтарыңызға рахмет айтамыз, зор денсаулық тілеймін. Сол, давайте за это. Ау, рахмет. Мынау Қыпшақтың қызы. Спасибо. Көріп тұр. Сөзі бәрі өзіміздікі ғой бәрі, құдайға шүкір. Ой, бәрекелді. Алып отырыңыздар, құрметті қонақтар. Ендігі бүгінгі бұл жерде отырған Сәлим апамыз бар. Мына бүгінгі Мәкеңнің досы сол өзі Қостанайдан екен. Қостанай елінің мақтанышы. Композитор Қалибек Дерсуалдин деген ағамыздың осы Қостанайдан келген қонақтардың құрметін арнаймын. Сіздердің құрметтеріңізге.